Саламатсыздар ма, қалайсыздар? Сіздермен бүгін қатпарлы самсаның рецептімен бөліскім келіп отыр. Ең алдымен менің каналыма тіркеліңіздер, ұнаса комментария қалдырыңыздар, және де қоңыраушаны баса кетіңіздер. Сіздердің әрбір қолдауларыңыз мен үшін маңызды. Самсаны жасау үшін бізге қажет болады ұн, салқын су, 1 чайный ложка тұз, және де жұмыртқа қажет болады. Ең алдымен суымызды дайындап аламыз. 1 стакан суға 1 чайный ложка тұзды қосамын. Жақсылап тұзы ерігенше араластырамыз. Мен өзіме қажетті мөлшердегі ұнды алдым. Егер көбейтіп жасайын десеңіздер, өз қалауларыңыз бойынша ұндарыңызды көбейтіп жасасаңыздар болады. Тұз еріді толық. Енді ұнның үстіне 1 жұмыртқаны қосамын. Суды аз мөлшерде қосып отырып, қолға жабыспайтын қамыр илейміз. Қамыр дайын болды. Ешқандайдан құрамына май қоспайсыздар. Енді осыны пакетке салып, 4 сағатқа тындырып қоямын демалдырып. Қамыр дайын болды. Енді жайып арасына майын жағып орайтын боламыз. Қамырымыз дайын болды. Енді арасына ертіліп тұрған майымызды жағамыз. Мен қамырға 82% май қолданамын, сары май. Сіздер егерде қатты майлы деген жағдайда өздеріңіз пайдаланып жүрген үйде қолданатын майларыңызды жақсаңыздар болады. Немесе қазіргі гхи майлар деді ғой, сондай май қолдансаңыздар болады. Мен сары майды қолмен жаямын. Кейбіреулер өздері щеткамен жағып жатады. Менің өзіме ыңғайлысы осы қолмен жағып шыққан ыңғайлы. Негізі бұл самсаның айырмашылығы, песочный тестадан айырмашылығы, песочный тестада қамырға сары майда қолданылады, және де қаймақ қолданылады. Бұл қамырға тек қана жұмыртқамен су ғана қажет болады. Басқа ешқандай затты қажет етпейді. Сонда да өте дәмді, өте жақсы самса болып шығады. Менің песочный тестам алдыңғы каналымда бар, салынып қойған. Алдыңғы видеоларды қарасаңыздар, таба аласыздар. 2 самсаны да мен заказға жасаймын. Енді жақсылап қысып орап шығамыз. Дайын болған қамырды осылай орап, холодильникке қойып қоямыз. Қамырға май жақсылап сіңуі керек. Негізі, кез келген самса, кез келген пісіретін тамақтардың барлығына құрамы таза сары май қолдансаңыздар, организмге ешқандай да зияны жоқ деп ойлаймын. Сондықтан құрамы таза, барынша жақсы сары май қолданыңыздар. Маргарин пайдалануға негізі кеңес бермеймін. Лажы болса, құрамы таза сары май қолданыңыздар. Ал енді пакетке салып, не пищевой пакетке орап, холодильникке қойып қоятын боламын. Қамырымыз дайын. Енді өзіміздің қалаған көлемізде кесіп алып,
самсамызды жасай берсек болады. Егер де қаласаңыздар, барлығын бірдей етіп таразымен бөліп кессеңіздер де болады. Дайын қамырлардың үстін барлығын осылай басып шығамыз. Мен самсаға екі түрлі начинка қолданайын деп тұрмын. Біріншісі асқабақ пен еттен, және де сырдан қосайын деп тұрмын. Ал енді қамырымызды жайып бастаймын. Начинкасын өз қалауларыңыз бойынша жасасаңыздар болады. Мен асқабақта осылай өру әдісімен жасаймын. Басын былайынан екі жағынан қатты қайырып, осылай екі қолдарыңызды кезек-кезек ауыстырып отырып бүге бересіздер. Тағы да көрсете кетейін. Сырды үш бұрышты етіп бүгетін боламын. Қамырды негізі бір күн алдын дайындап, холодильникке қойып қойсаңыздар, өте жақсы май сіңіп, дайын болып тұрады. Жайған кезде де ешқандай қиналмайтын боласыздар. Барлығын осылай кезегімен жайып пісіріп алатын боламыз. Самса дайын болды, бүгіп барлығын бітірдім. Енді үстіне жұмыртқамызды жағып, әсемдік үшін осындай күнжіт сеуіп шығамын. Енді қызып тұрған пеште 180 градуста 35-30 минут аралығында пісіріп алатын боламыз. Міне қыздар, самсамыз дайын болды. Өте әдемі болып шықты. Сіздерге біреуін кесіп көрсетейін. Бұл сырмен жасалған самсамыз. Қатпарын қараңыздар, өте әдемі. Және де мынау өрілген етпен самсамыз. Пока ыстық болып тұр. Сіздер де менің рецептімен жасап көріңіздер. Өте дәмді болып шығатынына сенімдімін. Бізге ас болсын. Сіздермен болған мен Гүлжанар.